Сәлеметсіздер ме? Дүниетану сабағын бастаймыз. Бүгінгі тақырыбымыз еліміздің мемлекеттік рәміздері. Бұл сабақта біз мемлекеттік рәміздердің не екенін білетін боламыз. Еліміздің туын, елтаңбасын, гимнін ажырата білуді үйренеміз. Балалар, біз қай мемлекетте тұрамыз? Дұрыс, Қазақстан. Ал Қазақстан дегенде ең алғаш ойымызға не келеді? Бірінші ойыңа келген сөздерді айта ғой. Өте жақсы. Қазір әлемде 200-дей мемлекет бар. Олардың әрқайсысының өз мемлекеттік рәміздері бар. Қазақстан Республикасының рәміздеріне ту, елтаңба және гимн жатады. Қазақстанның туы көк түсті. Көк түс ашық аспанды білдіреді. Тудың ортасында алтын күн бейнеленген. Оның астында дала қыраны қалықтап барады. Тудың шетінде ұлттық ою өрнек салынған. Қазақстанның елтаңбасының ортасында отбасының белгісі шаңырақ орналасқан. Шаңырақтың екі жағында қанатты тұлпарлар бейнеленген. Елтаңбамызда не себепті шаңырақ пен қанатты тұлпарлар бейнеленгенін ойланып көр. 2006 жылы 7 қаңтарда Қазақстанның гимні қабылданды. Оның негізінде «Менің Қазақстаным» әнінің мәтіні алынды. Мемлекеттік гимн халықаралық жарыстарда спортшыларымыз марапатталғанда, басқа мемлекеттердің басшыларымен кездесулерде орындалады. Гимн тағы қандай кездерде орындалады балалар? Мысалдар келтіріп көр. Қазақстан көп ұлтты мемлекет. Мұнда 130-дан астам ұлт өкілі тұрады. Республикамызда мемлекеттік тіл қазақ тілі. Суретте әлем елдерінің тулары бейнеленген. Біздің республикамыздың туын тауып көр. Оны қандай белгісіне қарап ажырататыныңды айта ғой. Айта ғой. Мемлекеттік рәміздер мемлекеттің егемендігін ерекшелейтін белгілер. Оларды біз аса құрметтейміз. Қайталайық. Еліміздің мемлекеттік рәміздеріне ту, елтаңба және ән ұран жатады. Балалар, оқулығымыздың 65, 66, 67 бетіндегі берілген мәтінмен ата-анамыздың көмегімен танысып шығайық. Жұмыс дәптерінің 40 және 41 бетіндегі тапсырмаларды орындаймыз. Дүниетану сабағы аяқталды. Сау болыңдар.